Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 6 сыныптың қазақ әдебиет сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров «Шығамын, тірі болсам, адам болып өлеңі». Сабақтың мақсаты шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіне алады. Олай болса, құрметті оқушы, әдеттегідей ой қозғау әдісі бойынша сабағымызды бастайық. Мына жерде сіздерге мен Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Таныстыру» атты поэмасынан үзінді келтірдім. Бұл аталған поэмада Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынұлы және Әлихан Бөкейханды біреуін күн десе, біреуін шолпан десе, біреуін айым деп алаш зиялыларына баға береді. Олай болса, осы өлеңді оқып көрейік. Мен қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын. Осы өлеңнің мағынасын құрметті оқушы бір ұғынып көрейікші. Мағынасы өте терең. Олай болса, құрметті оқушы, сонымен Сұлтанмахмұт Торайғыров кім? Ақын, публицист, ағартушы, қоғам қайраткері. Ол 1893 жылы Солтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген. Енді «Шығамын, тірі болсам, адам болып» өлеңінің шығу тарихына тоқталсақ. «Шығамын, тірі болсам, адам болып» 1913 жылы жазылған өлең. Осы тұста ақын құрамынан шыққан біршама туындыларының шұрайлысы. Тұңғыш рет бұл өлең 1922 жылы Қазанда жарық көрген жинағында жарияланады. Троицкіде оқып жүргенде туысы, досы Шайбай Аймановқа жіберген фотосуреттің сыртына жазған екен. Құрбысына жүрек сырын жайып салған ақынның көтерілмек биігі жоғары. Шығамын, тірі болсам, адам болып. Дәл осы бірінші тармақта шәкірт ақын шалқар ой, терең мағына сыйғызған. Адам болу салмақты сөз. Адам Сұлтанмахмұттың түсінігінше халқын емірене елжірей сүйетін, жүрегімен жұртына жылылық тілейтін асыл азамат. Шумақтағы адам, надан сөздері поэтикалық контрасталынып, Торайғыров ойын айқын аңғартуға қызмет еткен. Мен балаң, жарық күннен сәуле қуған, алуға күнді барып белді буған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған, десе, балалық көңілін бүкпей, бар даусымен құдіреттене жырлаған, болашағын барлаған асқақ ақын бейнесі көз алдымызда елес береді. Олай болса, құрметті оқушы, біздің сабақ мақсатымызға сәйкес бірінші тапсырма бұл блиц сұрақтар. Өлең не туралы? Онда қандай мәселелер көтеріледі? Автор жарық күн, сәуле деп нені айтып отыр? Осы өлеңде айтылған мәселе қазіргі таңда өзекті ме? Бұл тапсырманың дескрипторы сұрақтарға толық түрде жауап береді. 4 балл. Олай болса, құрметті оқушы, «Шығамын, тірі болсам, адам болып» өлеңі бойынша осы сұрақтарға жауап беріңіз. Олай болса, іске сәт, құрметті оқушы, бұл сіздерге қиын тапсырма болмайды деген үміттемін. Олай болса, құрметті оқушы, екінші тапсырмамыз өлеңді мәнерлеп оқыңыз, тірек сөздерді анықтаңыз. Осы «Шығамын, тірі болсам, адам болып» өлеңін толық оқып шығыңыз. Оқып шыққаннан кейін осы өлеңдегі тірек сөздерді анықтаңыз. Осы екінші тапсырманың дескрипторы өлеңнен 3 тірек сөзді анықтайсыз. 3 тірек сөз. 3 жаңағы анықтап алғаннан кейін тірек сөзді, осы тірек сөздерді пайдалана отырып, өлең мазмұнын ашатындай 3 мақал мәтел қанатты сөз жазасыздар. Яғни әрбір жазған
үш тірек сөзге құрылған мақал мәтел немесе қанат сөзге 3 балл беріледі, яғни әрқайсысы 1 балды құрайды. Бір балдан барлығы 3 балл. Олай болса, құрметті оқушы, тапсырманы жасау сізге қиындық тудырмайтыны анық. Енді құрметті оқушы, 3-ші тапсырмамыз өлеңді мәнерлеп оқып, оқыған өлеңді аудио жазба арқылы жолдайсыз. Бұл тапсырманың бағалауы 3 балды құрайды. Яғни шығамын тірі болсам адам болып өлеңін кітаптан мәнерлеп оқып, аудио жазба арқылы мұғалімге жолдайсыз. Рефлексия. Құрметті оқушы, бүгінгі сабағыңызға рефлексия беріңіз. Бүгінгі сабақ сізге қызық болды деген үміттемін. Олай болса, қымбатты оқушы, көріскенше күн жақсы болсын. Осы тапсырмаларды мен сіздерден күтемін. Рахмет, сау болыңыздар.